Дария, мен өзімнің сүйікті жейдеме шырын төгіп алдым. Бұл дақты қалай кетірсем болады деп ойлайсың? Менің ойымша ол оңай шешілетін мәселе. Ең алдымен сен дақ түскен жерді салқын сумен шайып алуың керек. Кейін кәдімгі сірке қышқылы ерітіндісі қосылған сумен өз жейдеңді жуасың және дақтың ізі де қалмайды. Ол сонда қалай жүзеге аспақ? Бұл және басқа да сұрақтарға жауапты сен бүгінгі бағдарламадан көретін боласың. Армысыздар ардақты ағайын. Эфирде ғылым старс тележобасының кезекті саны. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бірге эфирде қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Ендеше Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйымдастырылуымен ғылым старс зияткерлік танымдық телебағдарламаға қош келдіңіздер. Химия өнімдері біздің өміріміздің барлық салаларында кеңінен қолданысын алуда. Кәдімгі қасықтан бастап, ұшақ, жер серігіне дейін химия өнімдері. Адам тамақсыз, киімсіз, қажетті бұйымдарсыз өмір сүре алмайды. Мінеки, солардың бәрін жасауға химия тікелей қатысады. Олай болса, бүгінгі бағдарламамыздың негізгі арқауы да тұрмыстағы химия болмақ. Үй іші жиһаздары, киім-кешектер, ыдыс жуатын құралдар, косметикалық опа-далаптар. Бұның барлығы химия өндірісінің жемісі. Я, Дария, сенмен толықтай келісемін. Ең бастысы оларды орынды қолдана білу қажет деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі білім додасында химияның жілігін шағып, майын ішкен, бәйгеге түсетін командаларымызды ортаға шақырамыз. Сонымен Кеншілер қаласы Екібастұздан келген жалын тобы. Және де облысымыздың оңтүстік шығысында орналасқан Аққулы ауданының майталмандары H2O тобына қош келдіңіздер дейміз. Командалар алдымен өздеріңізбен бір танысып алсақ. Жалпы олай болса микрофон тізгіні өздеріңізде бір танысып алайық. Бірінші команда сіздерден бастайық. Топтың аты H2O. ұранымыз Білім алып алтын ұядан, ертең әлі шарықтаймыз қияда. Бәрекелді. Келесі команда. Топтың аты жалын. Топтың ұраны жал іздесе жанамыз. Біздің жарыста аламыз. Сонымен ойыншыларға көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ал енді білім додасының қазылар алқасымен танысып өтейік. Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәнінің мұғалімдері Аутаев Мұхит Серікұлы және де Клышина Лариса Леонидовна. Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімі Жакупов Нұрсұлтан Русланұлы. Кішкентай күнімізден бастап, қорабы мен түр сипаты өзгермейтін ас содасын 18 ғасырдан соңында француз химигі Леблан ойлап тапқан екен. Содан бері бұл өнім көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, медициналық өнеркәсіпте, тіпті металлургияда да қолданады. Үй шаруасында да ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде сода түрлі нан өнімдерін пісіру, сонымен қатар сусындар дайындау үшін және ыдыс аяқ жуу үшін жиі пайдаланылады. Ислам, бағдарлама басталды. Сен неғып тоқаш алып келдің? Дария, мен осындай тоқаштың осыншама үлпілдек әрі тіл үйрер болып пісірілгеніне таң қалып тұрмын. Оны қалай дайындаған екен, қалай ойлайсың? Ислам, осындай дәмді тоқаш жасау үшін ас үйдегі үйреншікті заттарды пайдаланады дерсін. Алайда осының бәрі химия, физика, биология ғылымдарының арқасында жасалған. Қызықты екен. Ендеше ой санасын сынға салғалы тұрған сайып қырандарымызға сәттілік серік болсын. Біз бастаймыз. Бірінші кезең бірім күш деп аталады. Алғашқы сайысымызды бастаймыз. Бұл кезеңде командалар математика, физика, химия, биология және информатика ғылымдарының басын біріктірген теориялық сұрақтарға жауап береді. Әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан беріледі.
Сонымен алғашқы сұрағымызды бастаймыз. Кондитер торт әзірлеу барысында қамырға 0,1 моль ас содасын қосқан екен. Егер соданың нормасы 15 грамм болса, бұл жақсы кондитер бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Уақыттарыңыз аяқталды. Сонымен, келесі сөз кезегі әділ қазылар алқасында дұрыс жауапты білейік. Енді осы есепте сіз ең біріншіден ас тұзының, натрий гидрокарбонатының малярлық массасын, жалпы массасын табу керек едіңіздер. Ол бізде 84 грамм шықты. Содан кейін 0,1 молін анықтаған кезде ол бізде 8,4 грамм шығады. Осы жерде оның нормасы 15 грамм моль болды. Бірақ та сізде жақсы деп жаздыңызда сізге 1 балл беріледі. Бірақ та оны анықтадыңыз дұрыс есептеп, ал сізге 0 балл беріледі. Сонымен құрметті қатысушылар, біз екінші сұрағымызға көшеміз. Екінші тапсырмамыз басып оз деп аталады. Бұл кезеңде командалар экранға назар аударамыз. Көрсетілген суреттерде ортақ не біріктіреді? Соны атауларыңыз керек. Бірінші команда сізден бастаймыз. Жалпы жауаптарыңызды жаңағы тақтаға жазатын боласыздар. Сонымен бірінші команда сіздердің жауаптарыңыз. Неге осындай жауапқа келдіңіздер? Біздің ойымызша, осы үш суретті біріктіретін сөз бұл алюминий. Бәрекелді. Екінші топ, енді сіздер түсіндіріп өтсеңіздер. Біздің ойымша бұл дұрыс жауабы алюминий, себебі осы үш суреттердің ассоциациясы алюминий деп ойлаймыз. Бәрекелді. Екінші суретімізге көшетін боламыз. Уақыттарыңыз аяқталды. Сонымен, бірінші команда неге осындай жауапқа келдіңіздер? Түсіндіріп өтсеңіздер. Біріншіден үш суретті біріктіріп тұрған периодтық жүйедегі калий ингредиенті. Осындай жауапқа өз тобымызбен келдік. Бәрекелді. Екінші топ. Біздің ойымша бұл көмірсу, себебі бір жауапты сияқты біз ассоциациясы сол болды. Тамаша. Үшінші. Бәрекелді. Үшінші суретімізге көшеміз. Сонымен уақыттарыңыз аяқталды. Енді бірінші топ, неге сіздер магний деп ойлайсыздар? Түсіндіріп өтсеңіздер. Біздің ойымызша, осы үш суретті біріктіретін магний деп ойлаймыз. Келесі топ, сіздердің жауаптарыңыз. Біз ақуыз деп жаздық, себебі осы үш суреттің ассоциациясы ақуыз деп айттық. Тамаша. Ал қазір екінші суретте тиын көрсетілген, оның аудармасы белка. Сондықтан біз белок деп шештік, а қазақша ақуыз. Бәрекелді.
Сонымен жауаптарыңыз дайын болса, бірінші топ сіздердің түсіндірмелеріңіз. Менің ойымша бірінші суретте тұз көрсетілген, және де екінші сурет құрт. Бұл құрт әр тағамда қосылады, тұзды болады. Ал және үшінші суретте мұхит, бұл мұхит астында тұздар кездесуі мүмкін. Біздің ойымызша бұның дұрыс жауабы тұз. Себебі осы үш суретті біріктіретін зат және сөз бұл тұз болып келеді. Тамаша. Келесі суретімізге көшсек. Сонымен жауаптарыңызды түсіндіріп өтсеңіздер. Осы үш суретті біріктіретін қышқыл деп ойлаймыз. Тамаша. Екінші команда, сіздердің жауаптарыңыз? Біздің жауабымыз лимон қышқылы. Біздің ойымызша үш суретті біріктіріп тұрған осы жауап. Бәрекелді. Тағы бір суретіміз бар, соған көшсек. Сонымен уақыттарыңыз аяқталды. Командалар, жауаптарыңызды түсіндіріп өтсеңіздер. Бұл тапсырманың жауабы көміртек деп ойлаймыз. Тамаша. Сіздер? Біздің ойымша ол көміртек. Бәрекелді. Келесі суретке назар аударыңыздар. Сонымен уақыттарыңыз аяқталды. Бірінші топ жауаптарыңызды естейік. Біздің ойымызша тыныс алу процесі. Екінші топ сіздердің жауаптарыңызды естейік. Бұл тапсырманың біздің ойымша дұрыс жауабы ол көмір жану процесі. Соңғы суретіміз, командалар, не ойлайсыздар? Сонымен уақыттарыңыз аяқталды, құрметті ойыншылар. Жауаптарыңызды көрелік. Бірінші команда жауаптарыңызды түсіндіріп өтсеңіздер. Біздің жауабымыз ес сезу процесі. Себебі біз бұны суреттерге қарап, ең алдымен осы процесс ойымызға келді. Екінші команда, сіздердің ойларыңыз? Біздің ойымша бұл тапсырманың дұрыс жауабы диффузия. Бәрекелді. Ендігі кезекте сіз әділ қазыларда. Енді құрметті қатысушылар, мына екінші кезең басыбыз сайысы бойынша жаңағы енді әрбір тапсырманы тоқталып кетсем, алюминий дегенде екі командада дұрыс таптыңыздар. Оған екі командаға бір ұпайдан қойылды. Келесі дұрыс жауап ол көмірсу болып табылады. Жалын екібастұз командасына 1 балл, сіздер балл ала алмадыңыздар. Енді ол нақты дұрыс жауабы жаңағы әншітір, жалпы глюкоза, көмір судың ішіндегі. Келесі тапсырма ол бізде жаңағы нәруыз болды. Жалын командасына 1 ұпай. Сіздер таба алмадыңыздар. Нәруыз белок жаңағы өте жақсы айттыңыз, яғни белка, қашық тиын келтірдіңіздер. Келесі тұз, екі командада дұрыс таптыңыздар, жалпы 1 ұпайдан ас тұзы. Одан кейінгі таба алмадыңыздар екі командада. Ол жерде жаңағы бейнеде тістер көрсетіліп қойған, ол жалпы цинк ауруы дейді, құрықлақ ауруы. Ол С витамині жетіспеуінен болатын, бұл жерде ол аскорбин қышқыл болып табылады. Сіздер біреуіңіз қышқыл дедіңіздер, біреуіңіздер лимон қышқыл дедіңіздер. Сондықтан екі командаға да ұпай жоқ. Келесі өткен ойынды жақсы көрген сияқтысыздар. Өткен оймен байланыстырдық бұл тапсырманы. Ол көміртек екі командада дұрыс таптыңыздар. 1 ұпайын алдыңыздар. Келесі енді сұрақты дұрыс оқу керек. Сіздер жауап айтып тұр, процесс деп тұр. Сіздер процесс деп тыныс алуды айттыңыздар, бірақ ол процесс емес. Сіздер мүлде көмірде жауап бердіңіздер. Көміртек ешқандай процесске келмейді. Сондықтан екі командаға да бұл жерде ұпай жоқ. Келесі
жасырылған сөз ол диффузия болды. Сіздер есту ол процесске жатпайды жалпы. Сіздерде өте дұрыс, бұл жалпы диффузия болып табылады. Сонда бұл басыбыз сайысы бойынша жалын командасы 6 пай, H2O командасына 3 пай қойылады. Сонымен біз екінші кезеңге де келіп жеттік. Екінші кезеңнің атауы әрекеттегі білім. Бұл сайыста командалар сіздерге түскен карточкалар бойынша практикалық тапсырмаларды орындауларыңыз керек. Берілген уақыт 4 минут, максималды балл саны 3. Сонымен бірінші топтың тапсырмасы. Үй лимонады газдалған сусын. Оны үйде оңай әрі тез арада дайындауға болады. Ол үшін небәрі суға ас содасын және лимон қышқылын қосу керек екен. Бір стакан 200 мл лимонадты дайындау үшін бізге қажетті заттар: 2 грамм ас содасы, 4 грамм лимон қышқылы және 2 шай қасық тосап. Тапсырма: 1 литр лимонад сусын дайындаңыз. Зертханалық жұмысты химия және биология тұрғысынан түсіндіріп беріңіз. Мұндай сусынды қай ауруға қарсы пайдалануға болады? Қалай ойлайсыздар? Және екінші топтың тапсырмасы. Адам теңіз ортасында қайықпен жалғыз қалды. Жағалай тұзды су. Уақыт өте келе, ол шөлдей бастайды. Адам осы тығырықтан қалай шыға алады? Қайықта тегене, кесе, целлофан, ұсақ тастар, жіптер бар екенін аңғарыңыздар. Сұрақ: осы құралдарды пайдаланып, адам ас суын қалай дайындайды? Сонымен бастаңыздар.
Тамаша, құрметті қатысушылар. Жалпы өздеріңіз лимонадты қалай жасадыңыздар? Соның түйінін берсеңіздер, түсіндіріп берсеңіздер. Анда 200 мл деп тұр бір стақан. Біз оны 4 адамға дайындау үшін біз оны 4-ке көбейттік. 800 мл-ге сусынды дайындадық. 200 грамм ас содасы десе, біз оны 4-ке көбейтіп 8 грамм. Ас содасы шықты, сосын 16 грамм лимон қышқылын, 40 грамм қант ұнтағын және 8 шай қасық тосапты салдық. Соның барлығын араластырып су қостық. Сосын оны жемістермен әдемі болу үшін әрлендедік. Бәрекелді. Күнделікті қолдануға болмайды. Себебі онда ас содасы, сахар, қант, сосын лимон қышқылы болғандықтан күнделікті қолдануға болмайды. Ол асқазан ауруына шалдығуы мүмкін. Бұл сусынды тұмауға қарсы қолдануға болады. Себебі мұнда тосап бар, тосап ол пайдалы. Бәрекелді, жауаптарыңыз қабылданды. Ал енді екінші топтың практикалық жұмысына көшсек. Біздің тапсырмаға жауабымыз: біз бірінші осы үлкен тегененің ортасына ыдысты қоямыз. Сосын оның ішіне су қоямыз. Су ортадағы кеседен аспау керек. Сосын оның бетін салфанмен жабамыз және де оны байлаймыз. Оның үстіне біз ауыр бір нәрсе қойып ортасына қоюымыз керек. Өйткені су буланып, ол ортасына ағу үшін. Және де біз оны тез булану үшін күнге қоюымыз керек. Және де бұл процестің аты кері осмос деп аталады. Адам теңіз ортасында су таппаған кезде осындай амалмен су ішуге болады. Жауаптарыңыз үшін рахмет. Енді әділ қазылар алқасын тыңдайық. Енді мына үшінші кезең әрекеттегі білім, яғни сіздер бұл жердегі критерийлер бойынша және қауіпсіздік техника ережелерін сақтау керек және алдарыңызға берілген құрал жабдықтың барлығын қолдану керек. Болды. Және сіздердің жалпы түсіндірмелеріңіз және сұрақтарыңыз сол сұраққа жауап беру керек болды. Енді бізде сіздер командаларыңыздың жалын командасында жалпы және барлығын дұрыс қолдану алдында түсінбей отқам, жалпы 200 жалғы бір стақан дайындау керек болды ғой. Сіздер үстіне жаңағы 1 литрге жуық суды құйдыңыздар, бірақ артынан сұрақ оны дұрыс айттыңыздар. Яғни біз 4 адамға дайындадық, яғни жаңағы құрал барлығын берілгендерді 4-ке көбейттік дедіңіздер. Сол өте дұрыс болды. Енді сұрақ тұрды, жаңағы қандай ауруға қарсы қолдануға болады деп. Бұл жерде сіздер жауап бердіңіздер, яғни тұмауға қарсы деп. Енді нақты жауап болмаса ол қабылдаймыз, яғни жаңағы түрлі тосаптарды мысалы тұмау кезінде қолдануға болады. Бірақ та енді тұрмыстағы химия деп аталады. Біздің жаңа бастаған енді көріп отырсыздар бүгінгі ойынның тақырыбы жалпы ас содасына байланысты айтылу керек еді. Бұл жерде енді ол асқазан қыжылына қарсы қолданылады. Яғни изжога дейді ғой, соны басу үшін. Естеріңіз үшін жалпы жаңағы сіздердің енді тапқырлықтарыңыз үшін толық 3 баллды қоямыз. Енді екінші эксперимент бойынша бізде H2O дайындаған болатын. Негізі бұл барлығы дұрыс. Оның ішінде әрине де химиялықтан басқа бізде физикалық та процестер бар. Және де осы жасаған эксперименттеріңіз үшін біз сізге 3 балл береміз. Сонымен үшінші кезеңіміз. Үшінші кезең эксперт сұрағы деп аталады. Сарапшымыз Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пәнінің мұғалімі Эрнесто Саладор ойын тақырыбына сәйкес сұрағын қояды. Командалар ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде жауап берулері керек. Максималды балл саны 2. Командаларға 2 минуттан беріледі. Ендеше іске сәттейміз. Hello students.
So please listen carefully to the questions and then write your answers afterwards. Okay? Are we ready? Borgia mixture is used for gastrointestinal diseases. Write the formula of the substances in this mixture if it includes sodium sulfate, magnesium sulfate, sodium carbonate, and magnesium hydroxide. Сонымен уақыттарыңыз аяқталды. Құрметті командалар, жауаптарыңызды көрсетіңіздер. Сонымен дұрыс жауаптарыңызды Әділ қазылар алқасынан білейік. Okay, so I will start with this group. The first one, sodium sulfate, that one is correct. The second one, magnesium sulfate, is also okay, that's correct. Magnesium oxide is also correct, but the last one, that is incorrect. Okay, so I will tell later on the answer for the others. Okay, so let's go to the other group. The first one should be sodium sulfate. Sodium is Na2SO4. So the first one is incorrect because you use potassium. The second one is correct. It's magnesium sulfate. The second one is also incorrect because it should be MgO, magnesium oxide. The last one is potassium bicarbonate. So it should be, the last one should be NaHCO3. So that is sodium bicarbonate. Okay, so for this group, they got 3 correct answers, and the other one got only 1 correct answer. Thank you. Сонымен 4-ші кезең ғылымдағы шығармашылық. Командалар шығармашылық тапсырмаларды орындайсыздар. Карточкаларда берілген сөздерден мақал-мәтелдер құрастырып, оның мағынасын ашып беру керек. Сонымен қатар химия, физика немесе биология ғылымдарымен байланыстырып, түсіндіріп беру қажет. Максималды балл саны 2. Бастаңыздар жұмыстарыңызды. Атылған сөздерден мақал-мәтел құрастыруларыңыз қажет. Сонымен уақыттарыңыз аяқталды. Әрбір команда өздерінің мақал-мәтелдерін оқып шықсын. Сонымен бірінші топ енді өз мақал-мәтелдеріңізді аталған ғылымдармен байланыстырып, түсіндіріп өтіңіздер. Күйесіз қазан жоқ, қайғысыз адам жоқ. Біздің түсінгенімізше, күйесіз деген ол оттың жануынан пайда болған дақ болады, және әр адамның үйінде күйесіз қазан болмайтындықтан солай айтылған деп ойлаймыз. Қайғысыз адам жоқ.
барлығында өзінің мұны болады деген ойлаймыз. Екінші мақалдарыңыз. Бір қарымайды, бір құмалақ шіртеді. Мен ойымша, химия пәнінде егер бір элементке екінші элементті қате қосып қойсақ, ондағы экспериментіміз мүлде бөлек болып кетеді. Басқаша. Тамаша. Екінші топ сіздердің жауаптарыңыз. Бірінші мақалымыз темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады. Яғни темір отта қызып, ериді, балқиды, ал адам сырын жоқты танытады деген сөз біздің ойымызша адам жоқ кезде біздің сырымызды, өзінің сырын айтуы мүмкін. Басқалар. Екінші мақал балық басынан шіриді, яғни бір экспериментті басынан бастап дұрыс істемесек, соңына дейін де дұрыс шықпайды деп ойлаймыз. Тамаша, жауаптарыңыз қабылданды. Келесі кезекте сөз әділ қазылар алқасына беріледі. Енді осы кезең бойынша сіздерде жалпы берілген мақал мәтелді құрастыру керек болды. Және сол құрастырған мақал мәтелдеріңізге физика, биология және химия тұрғысынан түсіндіру керек болды. Бұл жерде сіздердің кішкене тапқырлықтарыңыз, былайша айтқанда шығармашылықтарыңызды көрсету керек болды. Енді жалпы екі топта мақал мәтелді дұрыс анықтадыңыздар. Екі мәтелден берілді мақал мәтелден, екі мақал мәтелді екі топта дұрыс тапты. Оған әр топқа 2-2 пайдан. Ал енді жалпы жаңағы физика, химия, биология тұрғысынан түсіндіру бойынша екі топқа 1-1 пайдан берілді. Тек жаңағы химия жағын айттыңыздар, физика, биология қалып қойды. Жаңа балық басынан шірейді дейді, мысалы, шіру процесі жүреді, яғни не себептен жүреді? Жаңа бактериялардың арқасынан жүреді деген сияқты. Темір сырын отта танытады дейді, ол енді химияда нақты сіздер металдардың, немесе заттардың мысалға балқу температурасы немесе жаңағы отқа төзімділігін айтсаңыздар, ол жалпы нұр үстіне нұр болған болар еді. Кішкене жаңағы ойларыңызды ашылмадыңыздар. Сондықтан әр екі топқа да 3 пайдан осы сайыс бойынша. Сонымен келесі тапсырма бойынша командалар тұрмыстағы химия бойынша, тұрмыстағы химия тақырыбына өлең шығарулары тиіс. Максималды балл саны 1 балл. Берілетін уақыт 4 минут. Іске сәт. Тұрмыстағы химия жайлы өлең шығаруларыңыз тиіс. Сонымен уақыттарыңыз аяқталды. Командалар өздеріңіздің шығармашылық өнерлеріңізді бір паш етсеңіздер. Жалын тобы, сіздерден бастайық. Өлеңдеріңізді оқысаңыздар. Химияның пайдасы әр тұрғыда, жуғыш зат пен иіс су әр құрылғыда. Пайдалансақ, егер де шын мәнінде химиялық тұрмыста бар дәрде. Ал енді H2O тобы, сіздердің өлеңдеріңіз. Әр үйден табарсың бұл заттарды, керек саған тұрмыста әр күн сайын. Бұлардың аттарын айта кетсек, тамаққа біз қосамыз ас содасы мен тұзымызды. Барлығын әр тұрғыда айта кетсек, әткен уақытымыз тығыз боп тұр. Бәрекелді. Шығармашылық сайысымыздың соңғы шешімін
жариялау үшін келесі сөз кезегі әділ қазылар алқасына беріледі. Енді осы жерде сіз өздеріңіздің шығармашылықты таныттыңыз, иә, бірінші мақал-мәтелдерді сипаттадыңыз, екіншіден сіз өлеңді құрастырдыңыз. Осының жалпы ұпайлары жалын және де H2O тобына біз бір ұпайдан береміз. Осымен ғылымстар станындық зияткерлік сайысы да өз мәресіне де жетті. Бүгінгі күннің жеңімпазын анықтау үшін келесі сөз кезегі әділ қазылар алқасына беріледі. Бүгінгі міне сайыста өз мәресіне жетіп отыр. Енді құрметті оқушылар, сіздер қайсыларыңыз болса, жаңағы жеңіс тұғырынан көрді деп есептейміз. Жалпы ойынның 4 кезеңнен болды. Ашық түрде өтті. Жаңағы әр кезеңнен кейін жалпы ұпайларыңызды айтып отырдық. Енді жалпы ұпай 14-та 8 болды. Осы ойында бүгінгі жеңіске жеткен, сондай-ақ келесі жартылай аяқтық сайысқа жолдама алған Жалын командасын марапаттаймыз. Жеңімпаз қазан айында жеңіске жеткен үшін Жалын командасы марапатталады. Құтты болсын. Сонымен Жалын командасы бүгінгі ойынның жеңімпазы атанып, Ғылым Старс ойынның ширек финалына жолдама алып отыр. Біз оларды шын жүректен құттықтаймыз. Ал екінші команда бүгінгі көрсеткен білімдері мен өнерлері үшін алғыс айтамыз. Болашақта да биік белестерді бағындыратындарыңызға сеніміміз мол. Ал ендігі білім додасында Ақтоғай ауданы және Тереңкөл ауылы майталмандарын өз студиямызда күтетін боламыз. Ең алғыр шәкірттеріміздің талаптарын таразыға саламыз. Кімнің қанша қазынасы бар екенін көретін боламыз. Қапы қалмаңыздар. Келесі Ғылым Старс интеллектуалды сайысында кездескенше сау болыңыздар.